Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге Человек-паук мастикадан жасап көрсететін боламын. Оның үшін бізге көк тестамыз, қызыл тестамыз, әрі ақ тестамыз керек болады. Мастикамыз. Бірінші көк тестаны аламын. Бірінші мен аяғын шығарып аламын. Осылай екі жағын дөңгелетемін. Жайып. Осылай. Мынау бізде жамбас жағы. Человек-пауктың отырған күйін, отырғандағысын сидящий вариантын жасайтын боламыз. Бұл бізде аяғы. Енді қызылменен аяқ жағы, ботинка жағы қызыл болады бізде. Мен қызыл тестадан аз ғана алып аламын. Бұны да дәл осылай. Осылай кесіп алдым. Мына енді аяқ жағын жасаймыз. Міне бізде бір аяғы дайын. Осылай. Екінші аяғы. Бізде екінші аяғы. Мінекей, бұны осылай жабыстырамыз. Мен міндетті түрде пенопласттың үстіне отырғызып пілелеймін, өйткені бұны ары қарай қозғамай осы пенопласттың үстіне жасаған дұрыс.
Мына. Енді біз бұның денесін жасаймын, денесін шығарамын. Мен көбіне өте қарапайым түрде жасаймын. Әрі бұл оңай түрде. Мына бізде денесі дайын болды, Человек-пауктың. Енді бізге бұл жерде міндетті түрде зубочисткамыз керек болады. Өйткені денесі құлап кетуі мүмкін. Человек-паугымыздың денесі аяғдайын. Енді қолын жасаймыз. Қолының да бас жағы қызыл болып келеді. Мына.
Mana Человек-паугымыз. Енді басын жасаймыз. Басын қызылмен жасаймыз. Осылай басы. Енді мына бізде Человек-паугымыз дайын. Өте оңай, қарапайым түрде жасадым. Енді бұның көзіне ақ жасаймыз. Сізде Человек-паугыңыз артқа қарай құлап кетіп жатса, осылай зубочистка болсын, не басқа заттар болсын, осылай сүйкеп қоюға болады. Сол кезде Человек-паугымыз құламайды. Енді бұған көзіне ақтықты жасаймыз. Біздің Человек-паугымыз дайын. Мінекей. Дайын болды. Енді бізде қара менен пауықты пауық торлары болады ғой, жіптері, соны жасап шығамыз. Ол үшін арнайы, міндетті түрде арнайы осындай фломастер керек болады. Мен көбіне осыменен осылай Человек-паугымыздың торларын өстіп суретін салып шығамыз.
мына екінші аяғына жасаймыз. Сіздер бұны Человек-паукты қатқаннан кейін де осылай фломастермен жасап шықсаңыз өте оңай болады. Қазір бізде мастикамыз өте жұмсақ, соның үшін сәл қиындау болады. Сіздер бұны Человек-паукты қатырып болған қатқан күйінде жасасаңыз өте жақсы болады. Әсіресе мына басына, қолына міндетті түрде жасау керек. Басына былай екі көзден осылай аламын. Мінекей. Мына. Былай төмен қарай жіберемін. Мына. Бұны сіздер мастика қатқасын, яғни Человек-паугымыз қатқасын суретін салсаңыздар болады. Қазір жұмсақ түрінде өте қиын болады. Мінекей. Человек-паугымыз. Енді бұны осылай торларын жасап шығамыз. Дәл осылай ары қарай артында жасаймыз. Міндетті түрде қолына да жасаймыз. Бұны Человек-паугымыз, яғни мастикамыз әбден қатқан күйінде осылай торын суретін салып шықсаңыз өте әдемі Человек-паугымыз дайын болады. Өте оңай, әрі тез, әрі қарапайым. Сіздерге видеоролигім ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып тіркеліп кеттіңіздер.